Сәлем достар, сіздермен Шынар Тілеуімбердина. Бүгінгі видеода сіздермен бірге жұмсақ жиһаздарды жасағаннан қалған матадан осындай доп тігетін боламыз. Ол үшін ең бірінші мына жоғарыдағы сілтемеге өтіп, осы детальді дайындап алсаңыз, өте ыңғайлы болады. Дәл осы деталь мөлшерімен тігетін болсаңыз, стандартты доптың мөлшерімен бірдей шығатын болады. Сондықтан мінекей ең алдымен бізге керекті деталіміз 6 бұрыш. Тура осы 6 бұрыштан 20 дана кесіп алатын боламыз. Дәл осы екі детальдің өлшемі және қалай жасалу жолын жеке видеода бөлістім. Ол үшін жоғарыдағы сілтемеге описаниеде сілтеме қалдырдым. Сол жерге өтіп жасап алсаңыздар болады. Бірінші 20 деталіміз дайын болды. Міне ендігі 5 бұрыш. Дәл осы 5 бұрышты басқа түсті матадан жасайтын боламыз. Мінекей көгілдір түсті. Достар, сіздердің де уақыттарыңызды үнемдеу үшін қайталанатын және осындай қиятын жерлерін айландырып қойдым. Сондықтан видеоны үзбей қарап шықсаңыздар, барлығы түсінікті болады деген ойдамын. Тағы бір нәрсе айта кетейін. Менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, басқа да әдемі видеоларым жоғалтып алмау үшін қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз. Осындай жұмсақ жиһаздарды қаптағаннан қалып кеткен қалдық маталардан осындай бір керемет әдемі дүние шығаруға әбден болады. Сонымен барлық детальдерімізді қиып дайындап алдық. Енді мына 5 бұрышты айландыра 6 бұрышты қойып шығатын боламыз. Детальдерімізді қосып бастаймыз. Ол үшін мына жерде 0,5 см, 0,5 см бас аяғынан қалдырып тігетін боламыз. Мінекей тігіп алдық. Бас жағынан 0,5 см, мына жағынан 0,5 см қалып тігеді. Енді екінші детальді қосқанда, жаңағы бірінші детальді былай қарай қайырып, бірінші детальдерімізді қосқан сияқты бас аяғынан 0,5 см-ден қалдырып тігетін боламыз. Әр детальді қосқанда ерінбей бас аяғынан 0,5 см-ден қалдырып, бекітіп тігіп отырамыз. Мінекей достар, 5 бұрышымызды айландырып, 6 бұрышымызды қосып тігіп шықтық. Енді осы өзара 6 бұрышты бас аяғынан 0,5 см-ден қалтырып тігіп шығатын боламыз. Мінекей сонымен 5 бұрышымызды айландыра 6 бұрыштарды тігіп шықтық. Бізде бұл жерде 5-6 бұрыш тігілді. Енді осыны айландыра 5 бұрышты қойып шығамыз. Мінекей. Және дәл осылай
жаңағындай бас аяғынан 0,5 сантиметр қалдырып, бекітіп тігіп шығамыз. Міндетті түрде бас аяғынан 0,5 сантиметр қалдырып тіксеңіздер, өте әдемі шығады. Кеттік, онда тігейік. Сонымен достар, міне үшінші қатарымыз көкті тігіп шықтық, 5 бұрышты. Бірінші бізде 5 бұрыш, одан кейін айландыра 6 бұрыш, кейін 5 бұрыш, енді қайтадан 6 бұрышты тігіп шығамыз. Сол кезде бізде 6 дана 5 бұрыш, 10 дана 6 бұрыш тігіледі. Кеттік, онда айландыра осы 6 бұрышты тігіп шығамыз. Достар, менің жасап жатқан жұмысым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Мінекей достар, сонымен барлығын қосып алдық. Үш жағынан осындай көрініс. Мінекей енді аударамыз. Добымыздың бір жартысы осылай міне пайда болды. Тура осындай 2 дана болады, мінекей екінші жартысы. Енді міне көк жерінен тура осылай етіп бірін-біріне жалғап шығамыз. Добымыздың дайын болған 2 бөлігін тең ортасынан осылай қосып шығамыз, мінекей. Видеоға мұқият болыңыздар. Дәл солай әрбір тігісті бас аяғынан 0,5 сантиметрден қалдырып тігіп отырамыз. Және достар, бұның аты айтып тұрғандай доп болғандықтан, 1-2 тепкенде шашылып қалмайтындай, міндетті түрде бас аяғын бекітіп тігіп отырсаңыздар жақсы болады. Мінекей, сонымен добымды тігіп болдым айландырып, қазір ішін сыртына қарай айландырып, ішіне қазір әдемлеп синтепонды домалатып отырып, ішіне салып шығатын боламын. Достар, осындай ана тілді арналарды қолдау ретінде тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз.
Сонымен достар, мінекей добымыз дайын болды. Ішіне керегінше синтепон немесе халапайдар салсаңыздар болады. Қалған екі тігісті осындай ине жіптің көмегімен қолмен тігіп шығамыз. Жалпы достар, бұл футболға арналған доп болып саналады. Келесі видеода волейболға арналған допты тігетін боламыз. Аптасына 2 жаңа видео салып отырамын. Сол үшін тіркеліп, ол видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.